Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз міне аман-есен бесеуміз қазақтың бес батыры деп атырсыздар. Аман-есен бостандыққа шықтық. Бізді қолдап қоршаған халқымызға рахмет. Осы видео сюжетпен бүткіл қазақ еліне алғысымызды айтамыз. Бізді қорғап қоршаған, жолдың жамандығына қарамай келіп сотымызға, біздің аман-есен босап шығуымызға септік жасаған қазақ еліне, барша мұсылмандарға, ағаларымызға, аналарымызға, әкелерімізге, әпке-жезделерімізге рахмет айтқымыз келіп отыр. Рысбек ағамызға үлкен рахмет, және сол кісінің ұйымына рахмет. Біздің рахмет айтып, осы видео сюжетті пайдаланып отырып, рахмет айтқымыз келіп отыр. Өзіміздің қорғаушымызға, Төлеген аға мен Жанат әтеге. Жолдың жамандығына қарамай, бізді келіп, аман-есен бостандыққа шығарып, бостандыққа шыққанымызға өте қуаныштымыз. Біздің ата-бабамыздың рухы қолдаған шығар. Кім қолдаған адамдардың бәріне рахмет айтқымыз келіп отыр. Бала-шағамыздың қасында, қазіргі өміріміз жақсы, бостандыққа жетпейді еш нәрсе. Бостандықтамыз, үйғамақта отырсақ та әйтеу, бала-шағамыздың қасында. Бақыттымыз бостандыққа шыққанымызға. Қазақ еліне, бізді қолдап қоршаған адамдарға, бізді қолдап қоршаған ауылымызға, Қызылағаш ауылына рахмет айтқымыз келеді. Қызылағаш ауылының тұрғындарына өмір жастарыңыз ұзақ болсын, тек жақсылық той болсын үйлеріңізде. Барша қазақ еліне жақсы, бақытты да баянды ғұмыр кешсін деп тілегіміз келеді. Бәріміздің атымыздан басымыз дейіп рахмет айтамыз. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет. Қазақ еліне рахмет.